Ассалаумағалейкум. Мына бүгінгі мұсылман бауырлар мына Қазақстан бойынша мына мұсылман жоқ, мұсылман несі болып, бәріміз мына араққа қарсы жастар қолдап араққа қарсы шығып жатырмыз. Мына Алматы облысы Панфилов ауданы Сарбел округіне қарасты Сарбел ауылының тұрғындары, жастар міне көріп тұрғандай. Бәрі арақты кооперативтен сатып алып, кооперативтегі магазиндермен бәрімен сөйлесіп, екінші арақ бұдан кейін сатылмайтындай қылып келістік, бәрі уәделесті, уәде берді. Бұдан кейін арақ ауыл болып, жастар болып араққа қарсы арақ ішпейміз деген келісімге келдік. Бұл эстафетаны бұдан ары қарай тағы келесі ауыл алып жалғастыруларыңызға болады. Ал енді Ботан аға. Алланың қалауымен бүгінгі күнде мана әкімшілікте жиналыста болған сол себепті ауылдың жастарына рахмет, имамға Алла разы болсын, мешіт қауым түгел ауыл жастар жиналып бүгінгі күніне өткенде Алакөл ауданынан не қыламыз ба, біздің еңбекші ауылда соларға қосылып, біздің ауылда бұдан кейін арақ сатылмайды, атамыздан қалған ас емес екенін білдіріп, келесі ауылға эстафетаны жолдаймыз. Алла разы болсын, бұдан кейін біздің ауылда сатылмас екен деген тілек тілейміз. Амин. Молдеке. Арақ сатылмас. Ауыл имамы бақытылеу. Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар. Міне естіп жатқандарыңыздай баршамыз осындай үлкен игі істі қолға алдық. Бұл арақ деген ғасыр дерті. Бұл арақ ешқашан әуелден бабаларымызға опа алып келген жоқ. Бізге де опа бермейді. Бұдан құтылуымыз керек. Баршамыз өстіп, ұйымдасып, бұл арақты шағып, көпшілікке көрсетіп, ары қарай жалғауларыңызды біз ұсынамыз. Баршаңыз ары қарай жалғап, өстіп арақсыз ауыл болып, ары қарай өстіп, арақсыз ел, арақсыз Қазақстан болуымызға баршамыз тілеулес болуымыз керек. Алла разы болсын. Амин. Ал енді жалғастырайық. Қақым жастар. Бұдан бұлай алып шаға. Міне. Бер алып жүр. Міне. Міне арақ. Чағыңдар бәріне. Арақ деген мүлдем не қылмақ міне. Болмайды, жастар араққа қарсы мүлдем. Міне жас. Арақ, бұдан араққа қарсымыз бәріміз. Иснай. Болды міне Сарбел ауылы жастар бәрі араққа қарсымыз. Бәрін чағыңдар.